Күнделікті 2 жұмыртқа жеудің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті 2 жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгеріс болады? Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Біріншіден, миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Екіншіден, адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге сәйкес, жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеин көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігінен көз жанары нашарлай бастайды. Үшіншіден, Д дәрумені кальцийді толықтырады. Жұмыртқаның құрамындағы Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Төртіншіден, жүрек, қан тамыр ауруларынан сақтайды. Ғалымдар жұмыртқа құрамындағы холестерин фосфатидтермен тең болғандықтан адамға зиянсыз екенін дәлелдеді. Ол ағзадағы холестериндерді жояды. Жұмыртқанда омега-3 қышқылы бар. Ол жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады. Бесіншіден, салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамының жеңіл диетасын пайдаланып, таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп күні бойы көп тамақтанудан сақтайды. Алтыншыдан, бала көтеруге пайдалы. В дәрумені жыныстық гормондарға әсер етеді. В9 дәрумені бала миының тез дамуына көмектеседі. Сондықтан В9 дәрумені бала көтеретін әйелдерге қажет. Бір жұмыртқада 7 микрограмм дәрумен бар. Нидерланд ғалымдары зерттей отырып, жұмыртқа жейтін 35-40 жас аралығындағы 87% әйелдердің терісі жазылып, қызыл дақтары кеткенін анықтады. Ал ерлердің көз айналасындағы майда әжімдері жоғалған. Осылайша біздің кезекті шығарылымымыз аяқталды. Назар аударғаныңыз үшін рахмет достар. Өз ойларыңызды комментарийлерде жазыңыз.